Сәлем достар, бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ болып шығатын пицца жасап көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға 1 стакан жылы суымызды құямыз. Оған 1 ас қасық қант саламыз. Жарты ас қасық тұз саламыз. 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін алып, оған 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Оны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді оны 40 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. 2 пицца шығады. Соусына кетчуп пен майонезді араластырып жағып шығамыз. Салмасын өз қалауыңызша сала бересіз. Менде қызанақ пен шұжық. «180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.